Ашқан сүттен бауырсақ, нан, творог жасап тастадым. Қалайсыздар? Ашқан сүтті төгуге обалсынып, осындай заттар жасадым. Көбісі ашқан сүтті төгіп тастайды екен, отравление болып қалуымыз мүмкін деп. Бірақ мен оны обалсындым да, бірінші сүтімді газге қойып, одан кейін айран құйып, творог істеп, сосын қалған суына қамыр аштым. Қамырымды әйтеуір амалдап жүріп ашытып алдым. Балам жылап, біресе қамырға жүгірем, біресе балама жүгіріп. Одан кейін қамырым ашып қалған соң 2 золасын кесіп алып, бауырсақтарымды пісіріп, әбетке бауырсақ пісірдім. Айтқандай бауырсақ осылай күлдеп ала болып пісті. Не үшін олай пісті, кім біледі. Бірақ бауырсақтарым жұмсақ воздушный болып шықты. Әбетке осылай бауырсақты ыстықтай рахаттанып жеп алдық. Сіздер де бауырсақты жақсы көретін шығарсыздар. Айтқандай біздің үйде осындай үлкен мышығымыз бар. Анда-санда бір келеді, жабайы болып кеткен ба бірдеңе. Баламды тістейді, тырнайды, сонда да қайтпайды. Бірақ бет-аузын тырнап тастады. Одан кейін балам екеуміз тауықтарды, қойларды шығарып жем шашып келдік. Ауа райы деген бір түліп, біресе жел, біресе ыстық. Үйге кіріп нанымды жауып алайын дедім. 4 нан шықты. Әсел печкаға жаптым. Негізі көп жаба бермеймін, себебі тандыр нанға үйреніп қалған соң. Әсел печканың наны осылай шықты. Дұрыс болды ма, болмады ма білмеймін енді. Кешкіге бифштек жасадым. Қыздар, видео ұнаса парақшама тіркеліп, ауылдың келінін қолдап кетіңіз.